Аяқты күнделікті көтеріп жатқан кезде жанқалтаңыздан ақша да, қымбат уақытыңыз да кетпейді. Мүмкін күнделікті 20 минут аяғыңызды көтеріп жату соншалықты пайдалы деп ойламассыз. Бірақ сол 20 минут сіздің бойыңыздағы бірнеше дерттің дендеуінен сақтайды десек, сенесіз бе? Аяқты күнделікті көтеріп жату арқылы қалтаңыздан ақша да, қымбат уақытыңыз да кетпейді. Оны жаттығу емес, емдеу десек те болады. Себебі аяқты көтеріп жату сізден физикалық күшті талап етпейді. Дұрысы, оны йогаға теңеу керек. Мамандар оның денсаулыққа тигізер бірнеше пайдасын айтады. Сіз де мұны біле жүріңіз. Достар, видеоны соңына дейін көрмес бұрын каналға тіркеліп, лайк пен қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Және осы видеоны өздеріңізде бар барша әлеуметтік желілерге таратып жіберіңізді өтінеміз. Жүректің жұмысы туралы бір сәтке болсын ойланып көрдіңіз бе? Күніне қаншама жұмыс атқарады? Бойыңыздағы қанды айдап, тырнақ ұшына дейін жетуін қамтамасыз етеді. Кейде қан айналымы өз жұмысынан жаңылып, аяқта варикоз пайда болуы мүмкін. Сізде де келеңсіздік байқалса, бірден аяқты көтеріп жатыңыз. Жаттығумен денеңіз сұлуланып, не болмаса аяғыңыз әдемі болып кетпейді. Алайда аяқтағы тамырлардың кеңеюінің алдын алады. Жаттығу қалай жасалады? Шалқаңыздан жатып, аяғыңызды жоғары көтеріп, қабырғаға тіреңіз. Сонда денеңіз жерде, ал аяқтарың тікесінен тұру керек. Денені осы қалыпта 20 минут ұстап тұрыңыз. Қолдарыңызды барынша еркін ұстаңыз. Басқа ешбір қимылды қайталаудың қажеті жоқ. Бойыңыздағы тепе-теңдікті сақтап, өзіңізді тыныш әрі жайлы сезініңіз. Бұл қалыптан шығу үшін алдымен тізеңізді көкірегіңізге қарай тартып, бүйірге қарай аунаңыз. Жаттығуды орындау үшін міндетті түрде жеңіл әрі қолайлы киімді таңдаңыз. Белді қысып тұратын резеңкелі киімді кимеңіз. Мұндай киім жаттығудың пайдасын жоққа шығарады. Өйткені жаттығудың негізгі мақсаты қанның ағзаға айналуын дұрыстау, ал резеңке қанның айналуына бөгет болады. Аяқты жоғары көтеріп жатудың 5 пайдасы. Бірінші, аяқ ісінуін төмендету. Аяқ ісінуі көбінесе қан айналымының дұрыс болмауынан пайда болады. Кейде бүйрек, жүрек пен артық салмақтың салдарынан да ісіп кетуі мүмкін. Сол себептен ең алдымен аяқтың ісінуінің себебін анықтап алған жөн. Кейін оның еміне аяқты көтеріп жату жаттығуларында қосу керек. Екінші, аяқтың ауырғанын басады. Күні бойы тік тұрып жұмыс жасайтын жандардың түнде аяқтары ауырады. Олар да осы әдісті қолданып көрсе, тартылыс күші аяғындағы ауруды қалай басқанын байқамай қалады. 20 минуттық жаттығу аяқты жеңіл қалыпқа түсіреді. Үшінші, ас қорытуды дұрыстайды. Егер аяқ бастан жоғары тұрса, бұл сұйықтықтың ағзада жиналып қалуымен ғана күреспей, ағзаның жұмысына да әсер етеді. Ішектердің қозғалысын реттеп, астың қорытылуын жақсартады. Іш қату сынды мәселе де оң шешімін табады. Ішкі ағзаңызды тазалағандықтан жүзіңізде құлпыра түседі. Төртінші, жүйке жүйесін тыныштандырады. Жаттығу тыныс алуды да қалыпқа түсіреді. Дененің осындай тұрысы барынша көп ауа жұтуға көмектеседі. Мұның нәтижесі біз қалыпты тыныс ала бастаймыз. Бұл жүйке жүйесіне тыныштық сыйлап, іш, мойын бұлшық етіне түсетін күшті басады. Бесінші, жан тыныштығы. Жаттығу мидың оттегімен барынша толтырып, оны тыныштандырады. Тән мен жанда тыныштық пен үйлесімдік орнайды. Жаттығуды күн сайын жасасаңыз, көп өтпей-ақ жағдайыңыздың жақсара түскенін байқайсыз. Ескерту: егер сіздің беліңізде жарақат болса, бұл жаттығуды жасамағаныңыз дұрыс. Мұндай кезде өзіңізге ыңғайлы болу үшін беліңізге жастық қойып жасау ұсынылады. Достар, видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, каналға тіркеліп, лайк пен қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Және осы видеоны өзіңізде бар барша әлеуметтік желілерге таратып жүруді өтінеміз. Қазақша арнаның дамуына өз үлестеріңізді қосып кетіңіздер.